Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздерменен қазақ тілі сабағынан қазақ музыкасы атты тақырыпты бірге өтеміз. Оқу мақсаты: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау, жанрлық және де стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу. Бағалау критерийі: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдайды, жанрлық және де стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазады. Публицистикалық және көркем әдебиет стилінің мәтіндердің тілдік ерекшелігін салыстырып, жазба жұмысын орындауда тиімді қолданады. Шынайы өмірмен байланыстыра отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазады. Оқылым тапсырмасы: мәтінді оқып, қазақ музыкасы туралы ақпараттарды сызбаға түсіріңіздер. Қазақ музыка өнерінің дүлділдері тізімін әрі қарай жалғастырыңыздар. Жақсы балалар, енді мәтіннен алған ақпараттарды қолдана отырып, ақпараттарды сөзу стратегиясы бойынша қазақ музыкасының дүлділері кімдер? Ең ірі деген тұлғаларды тірек сызбаға түсіріп жазамыз. Әдеби тіл нормалары: оқылым мәтіннің әр азат жолындағы негізгі ойды анықтап, мазмұнына сәйкес мақал-мәтелдер менен ат қойыңыздар. Дескриптор: негізгі ойды анықтайды, абзацтарға мақал-мәтелдер менен ат қояды. Жазылым тапсырмасы: шетелдік ғалымдардың қазақ халқының музыка өнері туралы айтқан пікірлерін пайдаланып, қазақ өнерін еуропалықтармен салыстыру дұрыс па деген тақырыпта пікірталас ұйымдастырыңыздар. Дәлелді пікірлер жинақтап, дәптерге жазамыз. Дескриптор: дәлелді пікір білдіреді, өз пікірлерін шетелдік ғалымдардың пікіріменен салыстырады. Жақсы балалар, бүгінгі біздің қазақ музыкасы атты сабағымызды Абай Құнанбайұлының «Желсіз түнде жарық ай» әніменен қорытындыласақ. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілде, ауылдың жаны терең сай, тасығаны ауылдың жаны терең сай, тасыған өзі көрілді. Жақсы балалар, олай болса, енді сабағымызға кері байланыс жасайық. 3Б әдісі: бұған дейін білдім, бүгінгі сабақтан білдім, білгім келеді. Берілген ойды ары қарай жалғастырып, ойымызды жинаққа жеткіземіз. Үйге тапсырма:
Сұрақтарға жауап жазыңыздар. Қазақ музыкасының дамуына көңілдеріңіз толады ма? Музыкада қай ағымды ұнатасыздар? Қазақ әншілерінен дәстүрлі, эстрада, опера кімдерді ерекше атай аласыздар? Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.